Сәлеметсіздер ме, құрметті 11-ші сынып оқушылары. Менің аты жөнім Күркебаева Айгерім Айтуғанқызы, Алматы облысы Қаратал ауданы мектепке дейінгі шағын орталығы бар Кәлпи орта мектебінің педагог-психологымын. Кез келген емтихан, тестілеу болсын, жазбаша немесе ауызша түрде болсын, бұл әр адам үшін үлкен стресс. Бірақ бұл қалыпты жағдай. Тестілеудің алдында балалардың психологиялық тұрғыдан дұрыс дайын болуының маңызы өте зор. Себебі кез келген талапкердің ұбт-ны қалай тапсырамын, төмен балл жинасам не болады, оқуға түсе аламын ба, биыл қандай сұрақтар болады екен деген сұрақтардың мазалайтыны сөзсіз. Бұл қорқыныштарды қалай жеңуге болады? ұбт-ға дұрыс дайындық жүргізуге көмектесетін әдіс-тәсілдер туралы сіздерге психологиялық кеңестер ұсынамын. Ең әуелі ойымызды жақсы арнаға бұрып алғанымыз жөн болар. Ол үшін бізге аффирмациялар көмектеседі. Аффирмация латын тілінен аударғанда растау, күнделікті қайталау арқылы адамның ойын жақсы арнаға бұру, мақсаттарын айқындау, армандарының орындалуына көмек беру. Аффирмацияға селқос қарауға болмайды, оған бар жан дүниемен сену керек. Егер тіпті 1%-ға болсын күмән туындаса, ол іске аспайды. Бар жан дүниеңізбен сенуіңіз қажет. Сіз үшін күнделікті, тіпті күніне бірнеше рет қайталауға арналған аффирмациялар мыналар. Мен табысқа жететініне толық сенімдімін. Менің үнемі жолым болады. Әрбір күн, әрбір сағат сайын мен өмірім жақсарып барады. Жақсылық, дұрыс таңдау және амандық үнемі менің қасымда. Болып жатқан істің барлығы менің игілігім үшін жасалуда. Қазірдің өзінде мен үшін өте сәтті мүмкіндіктер қалыптасып келеді. Мен қандай болсам, өзімді сол қалпымда жақсы көремін. Менің қабілетім әр күн сайын жақсаруда. Менің өміріме сәттіліктің, атақ-даңқтың келуіне қуана қабылдаймын. Маған өз ісім ұнайды, қуана, рахаттана, шабытпен айналысудамын. Өзіме деген сенімділік үнемі менің жадымда. Келесі жаттығуымызды дыбыстарды дауыстап қайталау арқылы барлық ағзамыздың жұмысын жақсартып, көңіл күйімізді көтеріп алғанымыз дұрыс болар. Келесі дыбыстарды дауыстап қайталайық. А дыбысы барлық ағзаның жұмысын жақсартады. Е дыбысы қалқанша безінің жұмысын күшейтеді. И дыбысы ми, көз, құлақ, мұрынның жұмысын жақсартады. О дыбысы жүрек және өкпенің жұмысын белсендіреді. Х дыбысы барлық ағзамыздың тазаруына көмектеседі. Ха көңіл күйді көтереді. Бұл жаттығуларды кез келген уақытта қайталауға болады. Релаксация бұл бұлшықет тонының саналы азаюы. Релаксацияға арнайы техниканы жаттығуды пайдалану арқылы қол жеткізуге болады. Кез келген әдіс бойынша релаксацияның мақсаты дененің толық релаксациясына жету. Соның арқасында психикаға және физикалық шиеленістің төмендеуіне әсер етеді. Бұл психикаға жағымды әсер етеді. Релаксация әдісі бұл медитацияға арналған әдіс. Бұл стресспен күресудің тиімді жолдары. Құрсақпен демалу. Кез келген стрессті сәтте орындауға болады. Техникасы. Бір қолды кеудеңізге, екінші қолыңызды ішіңізге қойыңыз. Мойын арқылы терең демалып, кеудеңізді түзулетіңіз. Минутына 6-10 рет демалыңыз. Жаттығуды 10 минут жалғастырыңыз. Біркелкі демалу. Кез келген уақытта және әсіресе ұйқы алдында орындауға болады. Мұрын арқылы демалып, ішіңізден 4-ге дейін санаңыз. Дем шығарып, қайта 4-ге дейін санаңыз. Осы темпті ұстанып, біраз уақыт жаттығуды жасаңыз. Құрметті оқушылар, қашықтықтан оқыту жүйесі барысында уақытыңызды тиімді пайдаланып, ойыңызды жүйелеп, түпкі санаңызды реттеңіз. Алдағы болатын ұбт-ға сәттілік тілеймін.